Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары, сіздерге кезекті видео жасап отырмын. Бұл видеода оқу дала жиынына байланысты КТЖ-ны қайта өңдеу әрекеттерін көрсететін боламын. Қалай өңдейміз, қалай жүргіземіз. Так, жалпы мұғалім атынан кіргеннен кейін сіздерден осы әрекеттер шығады. Құпия сөзді қайта өзгерту. Егер ол құпия сөзді өзгертуіңіз келмесе, жаңағы сақтап қойған кезде бір обновить батырмасын басып жіберсеңіздер, жүйеге кіреді, қайта пароль сұрамайды сіздерден. Бірақ әр кірген кезде бұл әрекет шыға береді сіздерге. Так, енді онлайн мектеп кестеге өтеміз. Жалпы біздер үшін осы 4-ші тоқсан басталған кезде оқу дала жиынының сабақтарын реттеп берген болатынбыз. Автоматты сіздер КТЖ-ны 1.90-ға құрғаннан кейін 24-ті, 25-ті, 26-ті күндерге сабақ жоспарлаған екен. Так, 24 мен 28 аралық 5 күндік дала жиынына кетті. 10 сыныптар пән мұғалімдердің барлығы 1.90-ға жоспар құрып қойғаннан кейін, ол жоспарлы түрде біздер кестеден өшіріп тастасақ та ол күндерді. Мына жерде сол күндер сохранение болып қалады. Мысалы, жұма күні 28-10 сынып қазақ тілі әдебиет, қазақ тілі тұр. Бұл кісілер мына бөлімнен турлау керек еді. Мұғалім деген бөлімге кіреді, КТЖ дегенге кіреді. Сөйтіп 10-шы өзінің жаңағыдай Б сыныбына, 10-шы Б сыныбы деп жаңағы қазақ тіліне кіреміз. Қазақ тіліне кіретін болсақ, біздерде мынандай аралық күндер пайда болады. Мына қарасаңыздар, 4.05-і, 12.05-і. Бұл аралық күндерді біздер оқу дала жиынына байланысты қойып берген болатынбыз. Оқу дала жиыны. Мына төменде тұрған екі тақырып автомат түрде төменге түсіп кеткен. Өйткені бұл 24 мен 28 аралығына түскен сабақ болатын. Біз ол аралықтағы сабақтарды жойып, оқу дала жиынының сабақ кестесін, 30 сағаттық сабақ кестесін қойып бергенбіз. Ал енді сол күні болатын сабақтар кестеде пет кеңесінің шешімімен жаңағыдай күндерге, мына күндерге өткізіп берген. Яғни сол күндері ол сабақтар өтілу керек. Так, мына төменде тұрған тақырыптар қазақ ұлттық шешендік туынның алғашқы бастаулары дейді, Әбу-Насыр әл-Фараби дейді. Яғни бұл тақырыптар жалпы 24-ші сәуір айы мен 28-ші сәуір аралығындағы тақырыптар болады. Енді бұл тақырыптарды қаламшаны басу арқылы жоғарыда көрсетілген қай күн еді? Бос уақыт жоспарлап кестеде түсіріп берген. Сол күндерге біз қойып шығуымыз керек. Яғни сол күні осы тақырыптар өтеді. 4.05 күнге, 4.05 күнге және 12.05 күнге. Қаламшаны басасыздар. Жаңа сабақ деп тұрады. Мына жерге 4.05-ін таңдап тауып аласыздар. 4.05. 4.05 күні қарасаңыздар, сағат 8-де және 1.15-те. Біздер сол күні соңғы сабақтарға қойып шыққанбыз сабақты. Жаңағы аралықтағы сабақтар. Уақытын дұрыстап қараңыздар. Дұрыс қарамасаңыздар, немесе жаңағыдай 2 сағаттық тақырып бір уақыт аралыққа еніп қалуы мүмкін. Енді қаламша екіншісін басасыздар. 12.05 күнге қоямыз. 12.05. 12.05 күнде 9.40-та бір сағатымыз бар екен. Сосын 12 жаңағыдай 2.5-те бар екен. Біз 2.5-тексіне қоямыз, өйткені соңғы сабақтарға қойылған аралықтық сабақтар. Осы қойып шығасыздар. Одан кейін мына аралықты қараңыздар. КТЖ-да тақырыптардың саны дейді. 17, кестедегі сабақтар саны 18 дейді. Яғни бұл 4-ші тоқсанда 18 сағат жоспарланған негізі, бірақ 17 сағат тақырып жоспарлап қойған. Енді бұл жерден қателіктерді іздейсіздер. Қай жерден қателік кетті? Так, қарасаңыздар, мына жерде 12.05 күні 9.40-та БЖБ деп қойған. БЖБ ол сағат санына жатпайды. Бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысы ол 20 минут ғана қамтығаннан кейін
Бұл жерде сағат санына жатпайды. Бұл жерде қандай тақырып болу керек? Яғни ол пән мұғалімі өзі осыны енгізу керек. Оны қай жақтан енгізесіздер? Жоғарыда тақырып қосу батырмасын басасыздар. Тақырып қосу батырмасын басып, жаңағыдай білім онтын сабақ, қарапайым сабақ, интерактивті сабақ, қалаған қайсысын таңдайсыздар. Сол аралыққа жаңа сабақ деп тақырыпты жазып, мына жерге 12-сі күні 12:05 9:40-та 9:40-қа қойып бересіздер. Так, мен бұл жерде қазір қоймаймын, ол жерде мұғалімнің өзі қойып шығатын болады. Мен үлгі ретінде біреуін көрсетейін, бар болса. Так, 20:04 күні сағат 8-де мына БЖБ бар және қарапайым сабақ бар екен. Тура осындай болып шығу керек. Яғни сол күні негізгі сағат тақырыптарыңыз болады, формативті баға қойылатын және БЖБ-ларыңыз болады. 20 минут негізгі сабақ, 20 минут БЖБ-ға арналған сабақ. Яғни БЖБ-ның қасында міндетті қарапайым білім он сабақтары болу қажет екен. Жоспарда солай көрсетесіздер. Солай мына 18-де 18, 20-да 20 болып сағат сандарын туралап шығуларыңыз керек. Дәл осы неден осындай бағытта туралап шығуларыңыз керек әрбір күндеріңізді. Так, мына жерде қазақ тілі кетті. Енді қазір қараңыздар, жұма күні қазақ тілі бар еді, 10-да. Ол кетті, енді қазақ әдебиеті көрсетейін. 10-шы А сыныпта екен. 10-шы А сыныптың жоспарына кіреміз, қайтадан КТЖ-ны басасыздар. 10-шы А сыныпқа кіреміз. КТЖ-ны бастық. 10-шы А сыныпқа кіреміз. Бұл жерде қазақ әдебиетіне кіреміз. Яғни 10-шы сыныптардың қайсына сабақтарыңыз бар, соның барлығын КТЖ-ларын жаңағы көрсетілген үлгіде туралап шығуларыңыз қажет. Яғни әдебиетке кіреміз. Әдебиетке кірген кезде сіздер жоспарды 1.90-ға жоспарлағансыздар. Соның ішінде екі тақырыпты жоғарыда екі күнге қойып шығу керек. Біреуі 22-05 күні болсын, біреуі 10-05 күні болсын. Яғни осы екі күнге екі тақырыпты қойып шығуымыз керек. 10-05 күнге, 10-05 күнге. Қаламшаны басамыз. Мына жерден 10-05 деген числоны таңдап алады екен. 10-05 сақтау батырмасын басамыз. Және де қаламды қайта басасыздар. Мына уақыт аралық көрсетілмей тұрған. Сіздер мына нәрсені ескеріңіздер. 10-05, 12-22. 22-05. Так, қойдық. Бұл жерде де тура осы қателік бар екен. Жаңағыдай 17-18. Бір ғана БЖБ-ны қойып қойған. Қасына негізгі сағатты қоймаған екен. Сол негізгі сағатты қойып шығу қажет. Осылай болады. Қазір онлайн мектепке қайта өтейін. Жұма күні аралық өшті. Осылай сағаттарыңызды қарап тексеріп шықсаңыздар. 10-ның қазақ тілі қалыпты. Және де 10-ның қазақ тілі ғана қалыпты. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. КТЖ-ны өңдеу, қайта өңдеу әрекеттерін тура осылай жасап шығыңыздар. Яғни ол күні сіздерге пет кеңесінің шешімімен бекітілген күндер 10-ы, мысалы 05-і, 22-сі, 05-і деген сияқты, 17-05 күндер сіздерге қай күні ашылды, сол күнге сол төмендегі жоспарлы тақырыптарыңызды қойып шығасыздар. Қойып шығуларыңыз керек. Одан кейін сіздер онлайн мектепте мына жерде мысалы қазір дүйсенбі мысалы қазақ тілі мына күні өту деген батырманы басып қателесіп ашып қоятын болсам, автомат түрде толтырып қоятын болсам, немесе толтыру керек деп толтырып ашып қоятын болсам, сіздердің мына КТЖ-дағы төменде тұрған тақырыбыңыз қайта өңдеуге келмейді. Өйткені өту батырмасын басқан кезде сіздерге айтады мына жерден. Мына сабақты өткізу дегенді басатын болсаңыздар, оны қайта өңдеу, яғни өшіру, жоя алмайсыздар деп ескерту жасайды. Ол автоматты түрде сіз мынаны басқаннан кейін ол сабақты қайта өңдей алмайсыздар. Сондықтан кестедегі КТЖ-ларыңызды бірінші турла, түзетіп, толыққанды сенімді болсаңыздар ғана сабақ өту дегенді басыңыздар.